геохронологиялық шкала жер ғаламшарының эволюциясы және ондағы тіршіліктің шежіресі. Оған 5 заман кіреді. Замандар кезеңдерге, олардың әрбір дәуірлерге, ғасыр және уақыттарға бөлінуі мүмкін. Архей – ол ең ежелгі заман. Ол шамамен 1 миллиард жылға созылды. Ол кезде тірі ағзалар көп болған жоқ, және негізінен бір жасушалы прокариоттар, кейбір ғалымдардың пікірінше эукариоттар да болған. Бұл заманның басты ерекшелігі тіршіліктің және тірі ағзалардың тіршілік қасиеттерінің, яғни зат алмасу, өсу, даму, көбею, тұқым қуалаушылықтың пайда болуы. Архей заманында қоректенудің басты типтері қалыптасты. Олар автотрофты, фототрофты және хематрофты, гетеротрофты деп бөлінді. Архей кезеңіндегі тіршілік туралы тек сол кездегі тау жыныстарының химиялық құрамы бойынша айтуға болады. Келесі протерозой заманы. Жер тарихындағы екінші және ең ұзаққа созылған заман. Ол шамамен 2 миллиард жылға созылды. Барлық тірі ағзалардың дамуына жол ашқан маңызды ароморфоздар пайда болды. Олардың ең маңыздысы көп жасушалылар. Өсімдіктердің тек төменгі сатыдағы балдырлар ғана болды. Архейдегі сияқты протерозойда тіршілік тек мұхит суында таралған. Бірақ балдырлардан қазіргі кезде кең тараған жасыл, қоңыр, қызыл және диатомды түрлері пайда болды. Келесі палеозой заманы. Ұзақтығы 340 миллион жылға созылған. Ондағы тіршілік алуан түрлі болды. Сондықтан палеозойдағы тіршілік формалары әртүрлі және бір-бірінен бірден ерекшеленеді. Бұл заман алды кезеңнен тұрады. Олар Кембрий, Ордовик, Силур, Девон, Карбон, Пермь. Мезозой заманы 3 кезеңнен тұрады. Олар Триас, Юра және Бор. Бұл заман динозаврлар заманы деп аталады. Мезозойда климат едәуір құрғақ, бірақ негізінен жылы қалпында қалды. Триаста таскөмір, ормандар жойылып, алғашқы жұмыртқалаушылар, сүтқоректілер шықты. Бауырмен жорғалаушылар алуан түрге өзгеріп, динозаврлар ғасыры басталды. Қазіргі күнге дейін жеткен кесіртке, қолтырауын және тасбақалардың өкілдері қалыптасты. Юра кезеңінде құйрықтары жорғалаушылардағы сияқты омыртқадан тұратын алғашқы құстар пайда болды. Бор кезеңінде алғашқы гүлді өсімдіктер, жабық тұқымдылар шықты. Сонымен қатар, бор кезеңінде нағыз қауырсынды, құйрықты құстар және сүтқоректілер қалыптасты. Кайнозой заманы жер тарихындағы ең соңғы және қазіргі уақытқа дейін жалғасып келе жатқан геологиялық эра. Ол шамамен 66 миллион жыл бұрын динозаврлар жойылғаннан кейін басталды. Бұл дәуір сүтқоректілер мен адамдардың дамуы арқылы ерекшеленген болатын. Неоген және палеоген кезеңдері. Сүтқоректілер мен құстардың қарқынды дамуы, Гималай, Альпі таулар сияқты таулы жүйелер қалыптасқан болатын. Климат біртіндеп салқындай бастады. Алғашқы приматтары адам тектес маймылдар және осы кезеңде пайда бола бастады.